Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздерді осы марафонға қатысып жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Өйткені осы марафонға қатысып отырып сіздердің физикадан және де басқа пәндерден білім деңгейлеріңіз жоғарылайды деген ойдамын. Осы марафонға қатысу арқылы сіздер УБТ-ға жақсы дайындық көріп, ұлттық тестілеу орталығының есептерін шығарып, УБТ-да жоғары балл жинайды деген ойдамын. Ал бастайық. Сіздермен ұлттық тестілеу орталығының есептерін шығаратын боламыз. Ал бірінші есеп. 25 ньютон бөлінген сантиметр квадрат қысымның халықаралық бірліктер жүйесіне сәйкес келетін мәні. Яғни бізде қысым берілген, қысымның формуласын жазып қояйық. Қысымның формуласы F бөлінген S. Яғни бірлік ауданға әсер ететін күш, ол бізде қысым деп аталады. Сонда F күш, S аудан. Күштің бірлігі ньютон, ал ауданның өлшем бірлігі метр квадрат. Бізде мынау қарайтын болсақ сантиметр квадратпен берілген. Яғни біз сантиметр квадратты метр квадратқа өткізуіміз керек. Санти дегеніміз ол бізде 10-ның -2 дәрежесі дегенді білдіреді. Яғни сантиметр болатын болса 10-ның -2 дәрежесі метр деген сөз. Яғни бұлай жазайық, сантиметр ол 10-ның -2 дәрежесі метр. Ал сантиметр квадрат болатын болса, онда мен осы мысалы сантиметр квадрат болатын болса 10-ның -2 дәрежесін бұлай квадраттайын. Сол кезде қанша болады? 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат болады. Яғни сантиметрдің мәні ол 10-ның -2 дәрежесі, сантиметр квадрат 10-ның -2 дәрежесінің квадраты болады. Ал егерде сантиметр куб болатын болса, онда 10-ның -2 дәрежесінің 3-ші дәрежесі, яғни кубы. Сонда 10-ның -6 дәрежесі метр кубқа тең болады. Осылай тауып алуымызға болады. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Ал енді орнына қояйық. Сонда бізде қысым 25 ньютон бөлінген сантиметр квадрат. Біз оны ньютон бөлінген метр квадратқа немесе паскалға өткізуіміз керек. Сонда 25 ньютон бөлінген сантиметр квадрат бізде 10-ның -4 дәрежесі метр квадратқа тең. Яғни сонда мына жерде 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат деп жазамын. Тең болады. Мына 10-ның -4 дәрежесі жоғары қарай 10-ның +4 дәрежесі болып шығады. Сонда бұлай жазамыз. 25 көбейту 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген метр квадрат, ол бізде қысымның өлшем бірлігі паскальмен де өлшеуге болады. Бұлай паскаль деп жазуыма болады. Сонда 25 10-ның 4 дәрежесі паскаль. Осындай жауаптарды іздейік. Мысалы, А нұсқасында бізде 25 10-ның 4 дәрежесі паскаль деген дұрыс жауап тұр. Келесі есеп. Көлемі 0,4 метр куб болатын дене суға жартылай батырылған. Денеге әрекет ететін Архимед күші. Яғни бізде судың тығыздығы, еркін түсудеуі белгілі, дененің көлемі белгілі. Бұлай берілген жазу алуымызға болады. Сонда В дененің көлемі 0,4 метр куб. Судың тығыздығы 1000. Ро 1000 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Еркін түсудеуі G 10 метр секунд квадрат. Біз Архимед күшін табуымыз керек, яғни F Архимед. Барлықтарыңыз білесіздер, егер сұйықтыққа немесе газдарға кері итеруші күш, ол бізде Архимед күші. Мысалы, сұйыққа біз қандай да бір денені тастайтын болсақ, онда төмен қарай F ауырлық күші әсер етеді, ал кері итеруші күш ол Архимед күші, F Архимед. Архимед күшінің формуласын жазатын болсақ, F Архимед, Ро сұйықтық, В дене көбейту G. Осы формуланы пайдаланып шығаратын боламыз. Ал бірақ біздің есепте мынау дененің жартысы суға батырылған, яғни толықтай батпаған, сондықтан да мынау В дене, яғни дененің жартысы суға батырылғандықтан В дененің орнына 0,2 метр куб деп аламын. Өйткені дененің жартысы суға батырылған. Яғни дененің көлемі 0,4 метр куб болатын болса, оның жартысы суға батырылғандықтан мен оны жартысын, яғни 0,2 метр кубын аламын. Ал енді есептейік. F Архимед, Ро сұйық, В дене G, сұйықтікі 1000, дененің көлемі 0,2. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Дененің көлемі мынау, мысалы бізде мынау дене болатын болса,
осы дененің жалпы көлемі 0,4 метр куб. Оның жартысы суға батырылғандықтан мен оның жартысын алып жатырмын. Өйткені Архимед күші оның жартысына әсер етіп тұр. Көбейту 10. Сонда мына 1 0 мен 1 0 қысқаратын болсақ, мына жерде 2000. Немесе 2 оның 3 дәрежесі ньютон. Немесе оның 3 дәрежесі дегенді біз кило деп жазуымызға болады, кило ньютон. Ол бізде мынау бұл нұсқасында тұр. Келесі. Дене қарапайым гармоникалық тербеліс жасайды. Тепе-теңдіктен қозғалған дененің ығысуы мен кинетикалық энергиясының байланысы. Бұлай суретін салуымызға да болады. Мысалы, математикалық маятниктің суретін салайық. Сонда математикалық маятник бастапқыда бұлай тыныштықта тұр. Одан кейін осы математик маятникті біз қандайда альфа бұрышқа ауытқып, оны тепе-теңдіктен шығарайық. Сонда қойып жіберген кезде математикалық маятник тербеле бастайды. Сонда бұлай келеді және бұлай қарай ауытқиды. Бұлай ауытқиды. Сонда осылай тербеліп жатыр математикалық маятник. Тепе-теңдік қалыптан ығысуы мен кинетикалық энергияның байланысын табуымыз керек. Яғни кинетикалық энергияның формуласын жазатын болсақ, mv квадрат бөлінген 2, Яғни бұл деген сөз математикада мынандай өрнек бар. Y тең x квадрат деген сияқты. Сонда біз кинетикалық энергияны бұлай жазуымызға болады. E кинетикалық энергия байланысты жылдамдықтың квадратына. Немесе E кинетикалық тең v квадрат. Яғни бұл бізде мынау y тең x квадрат деген функцияға ұқсап жатыр. Y тең x квадрат ол бізде парабола. Параболаның графигін білесіздер, олар бұлай жоғары қараған болады. Мысалға бұлай xy осыны салатын болсақ, xy. Y тең x квадраттың функциясының график бұлай жоғары қараған болады. Бұлай парабола. Яғни бұл жерде де E кинетикалық энергия тең v квадрат болып тұр. Яғни жылдамдықтың квадратына байланысты. Мына екеуі бір-біріне ұқсап жатыр. Мына екі теңдеуі қарайтын болсақ, E кинетикалық тең v квадрат, ал y тең x квадрат. Яғни y-тің орнына бізде E кинетикалық энергия тұр, ал x квадраттың орнына v квадрат тұр. Яғни бұл жерде мен графиктен параболаны іздеймін. Яғни парабола бұл жерде тек қана мынау екіге сәйкес келіп тұр. Екінші теңдеуде ғана ол бұлай параболамен қозғалып жатыр. Ал мына бірінші графикке қарайтын болсақ, ол бізде y тең x-ке сәйкес келіп тұр. Өйткені бұл түзудің теңдеуі. Үшінші график мүлдем сәйкес келмей жатыр. Төртінші графикте ол энергия өзгермеген кезде ғана болады. Ал бізде энергия өзгереді. Өйткені бұлай альфа бұрышқа ауытқан кезде оның потенциалдық энергиясы максимал болады. Альфа бұрышқа ауытқан кезде потенциал энергия максимал. Өйткені потенциалдық энергияның формуласы kx квадрат бөлінген 2. Бұл жерде потенциал энергия максимал А нүктесінде. Ал мынау Б нүктесіне келген кезде, мысалы Б нүктесі дейтін болсақ, ол жерде дененің кинетикалық энергиясы максимал болады. Яғни бұл жерде энергия бір түрден екінші түрге өзгеріп жатыр. Яғни потенциалдық энергия кинетикалық энергия потенциалдық энергияға өзгеріп жатыр. Мына жерде тағы да потенциалдық энергия максимал болады. Яғни бұл жерде мынау төртінші графикке қарайтын болсақ, энергия бір қалыпты өзгермей жатыр. Бұл да сәйкес келмейді. Ал мына жерде энергия азайып жатыр да, нөлге келді. Бұл графикте сәйкес келмейді. Тек қана мынау екінші график сәйкес келеді. Келесі. Суретте массалары бірдей кірпіштердің орналасуы берілген. Кірпіштердің үстелге түсіретін қысымдарын салыстырыңыз. Яғни мына суретке қарайтын болсақ, бізде кірпіштер көрсетілген. Ол кірпіштердің массалары бірдей, яғни есептің шартына массалары бірдей деп айтылған. Сондықтан да бұлай m1 тең m2 тең m3 деп жазып қойымызға болады. Яғни олардың массалары бірдей, m. Кірпіштердің массалары бірдей, олардың қысымдарын салыстыруымыз керек. Яғни кірпіштердің үстелге түсіретін қысымы қайсында көп. Қысымның формуласын жазатын болсақ, қысым P тең F бөлінген S. Яғни қысым ауданға кері шама. Яғни P кері шама ауданға. Яғни аудан қаншалықты үлкен болатын болса, онда қысым аз болады. Яғни аудан үлкен болатын болса, онда қысым аз болады. Ал аудан кіші болатын болса, онда қысым көп болады. Яғни қысым мен аудан бір-біріне кері пропорционал. Осы суретке қарайтын болсақ, мынау екінші жағдайда аудан бізде үлкен болып тұр. Дұрыс па? Яғни аудан үлкен болатын болса, қысым аз болады.
Онда бірінші жағдаймен салыстыратын болсақ, мынан екі кірпіш былай вертикал орналасқан, ал үшінші кірпіш былай горизонтал орналасқан. Сондықтан да бірінші жағдайда кірпіштердің ауданы кіші болғандықтан, бізде аудан кіші болып тұр, сондықтан да қысым көп. Яғни бұл жерде мынау бірінші суретте қысымды біз P1 дейтін болсақ, екінші суретте қысым P2. Сонда қайсының қысым үлкен? Ауданы кіші болатын кірпіштердің қысым үлкен, яғни P1 үлкен P2. Осылай. Яғни аудан қаншалықты кіші болатын болса, қысым үлкен болады. Яғни бізде мынау бірінші суретте аудан кіші. Ал екінші суретте оның ауданы үлкен болып тұр. Кірпіштер горизонтал орналасқан, сондықтан да олардың ауданы үлкен. Яғни бұл бізде мынау А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі изохоралық процеске сәйкес келетін теңдеу. Изопроцестерді ажыратып алайық. Изопроцестер үш топқа бөлінеді. Изопроцесс дейтін болсақ, олар үшке бөлінеді. Біріншісі изобара, изобаралық процесс. Екінші изотермалық процесс. Келесі изохоралық процесс. Изобаралық процесс кезінде қысым тұрақты болады. Қысым P әріппен белгілейміз. Қысым тұрақты дегенді P констант деп жазамыз. Қысым тұрақты. Изотермалық процесс кезінде температура тұрақты, T констант. Изохоралық процесс кезінде көлем тұрақты, V констант. Жазып алдық. Яғни осы шамалар өзгермейді, тұрақты күйінде қалады. Ал Клапейрон теңдеуін жазайық. Сонда Клапейрон теңдеуі P1 V1 бөлінген T1 тең P2 V2 бөлінген T2. Осы Клапейрон теңдеуін пайдалана отырып, біз изобара, изотерма және изохоралық процестер үшін теңдеуді тауып алайық. Яғни бірінші изобаралық процесс үшін жазайық. Изобара. Изобаралық процесс кезінде қысым тұрақты. Яғни қысым бізде мына P, қысым тұрақты болатын болса, мен мына Клапейрон теңдеуіндегі P қысымды тастап кетемді, қалған шамаларды өзін жазам. Сонда қысымды тастап кетіп жазатын болсақ, V1 бөлінген T1 тең болады V2 бөлінген T2. Яғни изобаралық процесс кезінде мына қысымды тастап кетіп жазамыз. Пылар жазылмайды. Келесі. Изотермалық процесс кезінде бізде температура тұрақты міне. T констант. Сондықтан да мен мынау T температураны тастап кетіп жазамыз. Сонда қалған шамалар жазылады, ал мынау температура тастап кетеміз температураларды. Яғни P1 V1 тең болады P2 V2. Температураны жазбаймыз. Келесі. Изохоралық процесс кезінде бізде көлем тұрақты. Яғни енді Клапейрон теңдеуінен көлемдерді тастап кетіп жазамыз. Көлемдер қатыспайды. Яғни сонда P1 бөлінген T1 тең болады P2 бөлінген T2. Осы өрнекті табайық. Яғни P1 бөлінген T1, P2 бөлінген T2 деген бізде мынау E нұсқасында тұр. Яғни изопроцестер үшін Клапейрон теңдеуін жазатын болсақ, өзгермейтін тұрақты шаманы тастап кетіп, қалған шамалардың өзін ғана жазамыз. Яғни мына жерде изобаралық процесс кезінде бізде мынау қысым тұрақты, P констант, сондықтан да қысымды тастап кетіп, қалған көлем мен температура өзі жазылады. Ал изотермалық процесс кезінде мына температура тұрақты болғандықтан, температураны тастап кетіп, қалған қысым мен көлемді жазамыз. Ал изохоралық процесс кезінде көлем тұрақты болғандықтан, қысым мен температура жазылады. P1 бөлінген T1, P2 бөлінген T2. Изобаралық процесс кезінде өзгеріске ұшырайтын шамалар. Жоғарыда айтылған сұраққа сәйкес келеді, яғни изобаралық процесс кезінде бізде қысым тұрақты деп айттық, P констант. Қысым тұрақты болатын болса, бізде өзгеретін шама көлем мен температура. Көлем және температура өзгереді. Көлем және температура ол бізде мына А нұсқасында тұр. Яғни Клапейрон теңдеуін жазайық, мысалы P1 V1 бөлінген T1 тең P2 V2 бөлінген T2. Яғни изобаралық процесс кезінде бізде мынау қысым тұрақты. Сонда өзгеретін шама көлем V және температура.
Тогы бар өткізгіште бөлініп шығатын жылу мөлшерін анықтайтын заң. Өткізгіштен ток өткен кезде бөлініп шығатын жылу мөлшерін біз Джоуль-Ленц заңы бойынша анықтаймыз. Яғни Джоуль-Ленц заңы Q тең I квадрат RT. Яғни бұл жерде I деген ол бізде ток күші. Ток күшінің өлшем бірлігі ампер. Ал R деген ол бізде кедергі. Кедергінің өлшем бірлігі Ом. Ал T уақыт. Оның өлшем бірлігі секунд. Сонда өткізгіштен ток өткен кезде бөлініп шығатын жылу мөлшері, яғни Q, ол ток күшінің квадратына тура пропорционал. Яғни Q пропорционал ток күшінің квадратына. Ток күші қаншалықты көп болатын болса, бөлініп шығатын жылу мөлшері де соншалықты көп болады деген сөз. Яғни бұл бізде Джоуль-Ленц заңының өрнегі болып табылады. Джоуль-Ленц заңы ол бізде мынау Е нұсқасында тұр екен. Келесі заряды плюс Q сынап тамшысы заряды минус Q басқа тамшымен қосылады, пайда болған тамшының заряд. Суретін салайық. Мысалға, мынау бізде плюс Q болатын сынап тамшысы. Ал мына жерде басқа бір тамшы бар, оның заряды минус Q. Сонда екі бұлай тамшыны біз не істедік? Қостық. Бұлай қосқан кезде мындай үлкен бір тамшы пайда болды. Сонда пайда болатын зарядты шамасын табатын болсақ, ол нөлге тең. Өйткені зарядтың сақталу заңы бойынша Q тең болады. Q1 қосылған Q2 тең констант. Сонда плюс Q қосылған минус Q болады, плюс пен минус болады, азайтылған Q болып, екеуінің қосындысы нөлге тең. Яғни екі бірдей заряд, бірақ та таңбалары жағынан қарама қарсы болатын болса, онда олардың қосындысы нөлге тең болады. Ол бізде мына д нұсқасы. Келесі, толқын ұзындығы 3,8 және 7,6, оның минус 7 дәрежесі метр аралығында болатын сәулелер. Оны біз басқаша бұлай жазуымызға да болады. 380 нанометр мен 760 нанометр аралығында. Осы аралықта болатын сәулелерді бізде көрінетін жарық деп атаймыз. Яғни көрінетін жарық ол бізде Е нұсқасы. Немесе 3,8, 7,6 деп жазуымызға болады. Есімізде сақтап қалайық. Яғни 380 көбейту оның минус 9 дәрежесі метр мен 760 көбейту оның минус 9 дәрежесі метр толқын ұзындықтары осы диапазонда болатын болса, ондай сәулелерді біз көрінетін жарық деп атаймыз. Яғни көрінетін жарық осы толқын ұзындық арасында болады. 380-нен кіші болатын сәулелерді инфрақызыл сәулелер деп атаймыз. Яғни көрінетін жарықтан кіші болатын болса, инфрақызыл сәуле. Егер 760 нанометрден үлкен болатын болса, ондай сәулелерді ультракүлгін сәулелер деп атаймыз. Яғни бұлай жазып қояйық. Сонда мына аралық 380 мен 760-тың аралығы бұл көрінетін жарық. Ал 380-нен кіші болатын болса, ондай сәулелер инфрақызыл сәулелер деп аталады. Инфрақызыл. 760 нанометрден үлкен болатын болса, ондай сәулелерді ультракүлгін сәулелер деп атаймыз. Яғни инфрақызыл және ультракүлгін сәулелердің арасында орналасқан сәуле ол көрінетін жарық деп аталады. Яғни көрінетін жарықтың диапазоны 3,8, 7,6, оның минус 7 дәрежесі метр. Осы аралықта болады көрінетін жарықтың толқын ұзындығы. Келесі. Бөлмедегі ауаның температурасы 20 градус. Шық нүктесінің температурасы 16 градус. Бөлмедегі ауаның салыстырма ылғалдылығы. Сонда температура Т1 16 градус болған кезде, бізде мынау қаныққан будың қысымы кестеге қарайтын болсақ, міне 16 градус болған кезде қысым 1,81. Яғни П қаныққан 1 деп жазайық, ол бізде 1,81 килопаскаль. Ал температура 20 градус болған кезде Т2 20 градус. Қаныққан будың қысымы P2, не қарайық, температура мынау. Температура мен қысымның кестеде сан мәндері берілген, яғни 20 градус болған кезде бізде қысым 2,33. Сонда 2,33 килопаскаль. Ал енді салыстырмалы ылғалдылық табу үшін фи тең болады 16 градус
болған кездегі қаныққан будың қысымын мен 20 градус болған кездегі қаныққан будың қысымына бөлем. Сол кезде салыстырмалы ылғалдылықты тауып алуыма болады. Яғни P қаныққан 1 бөлінген P қаныққан 2 көбейту 100%. Орнына қой бөлейік. Сонда қаныққан будың қысымы 1,81 кила. Паскаль кила деген ол оның 3 дәрежесі бөлінген 20 градустағы қаныққан будың қысымы 2,33, оның 3 дәрежесі, ол да. Оның 3 дәрежесі мен оның 3 дәрежесі қысқарады, көбейту 100%. Бөлген кезде жуықтап алғанда 0,78, оны 100-ге көбейтсек 78% шығады. Яғни бұл бізде мынау д нұсқасы. Келесі, Нива комбайны барабанның диаметрі 600 мм. Яғни диаметрі д тең 600 мм. Біз миллиметрді метрге өткізуіміз керек. Яғни милли дегеніміз ол 10-ның -3 дәрежесі деген сөз. Яғни 600 миллиметр, яғни көбейту 10-ның -3 дәрежесі метр болады. Барабанның айналу периоды Т 0,46 секунд. Болса, оның шеткі нүктелерінің сызықтық жылдамдығын табуымыз керек. Сызықтық жылдамдық V. Ал енді сызықтық жылдамдықтың формуласын жазайық. V тең омега R. Бұл өрнектегі мынау омега циклдік жиілік болып табылады. Яғни циклдік жиіліктің формуласы омега тең 2π ню. Яғни жиілік қатысқан формуласы бар, немесе 2π бөлінген Т. Период қатысқан формуласы. Осында екі өрнегі бар. Біз енді мынау период қатысқан формуласını пайдалана отырып, мынау омеганың орнына осы өрнекті апарып қоямыз. Яғни омега тең 2π бөлінген Т. Осы өрнекті мынау бірінші өрнектің орнындағы омеганың орнына апарып қояйық. Яғни V тең омега R болатын болса, осы мынау омеганың орнына мен мынау 2π бөлінген Т-ны былай апарып қоямыз. Сонда V тең болады 2π бөлінген Т R. Бұл жерде R комбайн барабанның радиусы. Бізде диаметр белгілі. Диаметр мысалы суретін салатын болсақ, мынау бізде комбайнның барабаны болатын болса, диаметр бізде мынау диаметр болып есептелінеді. Мынау диаметр. Сонда диаметрдің жартысы ол бізде радиус R. Сонда радиус дегеніміз ол d бөлінген 2. Сонда мынау радиустың орнына мен d бөлінген 2-ні апарып қоюыма болады. Мына жерге қояйық. Сонда 2π бөлінген Т көбейту d бөлінген 2. Сонда мына жерде 2 мен 2 қысқарады. Сонда бізде қалады πd бөлінген Т. Орнына қойып есептейік. π 3,14, диаметр 600 көбейту 10-ның -3 дәрежесі, период 0,46. Есептейтін болсақ, жуықтап алғанда 41 шығады. Яғни бұлай жуықтап алғанда 41 метр бөлінген секунд. Ол бізде Б нұсқасында тұр. Келесі. Массасы 200 грамм дене серіппелі маятникте тербеліп тұр. Оның тербеліс жиілігі 2 секундтың -1 дәрежесі болса, серіппенің қатаңдығы. Берілген жазбалайық. Масса 200 грамм. Біз граммнан килограммға өткізіп алуымыз керек. Сонда 1000-ға бөлеміз, сонда 0,2 килограмм болады. Тербеліс жиілігі белгілі ню 2 секундтың -1 дәрежесі. Серіппенің қатаңдығын табуымыз керек. Пи квадратты біз 10 деп алуымызға болады. Серіппенің қатаңдығы К. Бұл үшін мен серіппелі маятниктің тербеліс периодының формасын пайдаланамын. Яғни тербеліс периоды серіппелі маятниктің 2π түбір астында М бөлінген К. Ал мына жерде Т деген период. Ол период жиілікке кері шама ню. 1 бөлінген ню. Немесе жиілік үшін жазатын болсам, бұлай болады. Ню тең 1 бөлінген 2π түбір астында К бөлінген М болады. Яғни мен мынау өрнектен нюн табатын болсам, 1 бөлінген Т болады. Дұрыс па? Осы мынау Т-ның орнына мен мынау өрнекті апарып қоюыма болады.
Осы өрнекті мына t-ның орнына апарып қойсақ, мынау k жоғары қарай шығады, ал мынау m бөліміне түседі. Осы арқылы да табып алуымызға болады. Ал енді k-ны табу үшін мен мынау түбірдің астынан құтылуым керек. Ол үшін екі шетін, былай теңдеудің екі шетін квадраттаймыз. Квадраттайтын болсақ, new квадрат тең болады 1 бөлінген 4π квадрат. Жоғары жақта k, астында m қалады. Осы жерде мынау k-ны табатын болсам, k тең мынау 4π квадрат m, мынау жоғары қарай new квадратқа көбейеді. Сонда new квадрат көбейту 4π квадрат m. Орнына қойып есептейік. New'нің квадраты 4. 4π квадрат 4 көбейту π квадратты жоқтап алғанда 10 деп аламыз. Ал масса бізде 0,2. Сонда мынау 1 0 мен 1 0-ді қысқарып жіберейік. Мына жер көбейтсек 16. Сонда 32 ньютон бөлінген метр. 32 ньютон бөлінген метр ол бізде мына б нұсқасында тұр. Келесі, қысымы 32 килопаскал, абсолют температурасы 600 кельвин, аргонның тығыздығы. Қысым P тең 32 килопаскал. Килопаскальды біз паскалға өткізуіміз керек. Сонда килопаскал деп жазайық. Кило дегеніміз ол 10-ның 3 дәрежесі. Сондықтан да бізде 32 көбейту 10-ның 3 дәрежесі паскальға тең болады. Температура белгілі. Температура 600 кельвин. Универсал газ тұрақтысы мен аргонның молдық массасы белгілі. Біз тығыздықты табуымыз керек. Ро. Ол үшін мен Менделеев-Клапейрон теңдеуін пайдаланатын боламын. Менделеев-Клапейрон теңдеуі PV тең нью РТ. Нью деген ол бізде зат мөлшері, яғни формуласы m бөлінген молдық масса. Молекула массасының молдық массаға қатынас. Сонда мына жердегі мынау ньюның орнына мен осы өрнекті апарып қойма болады. Ал орнына апарып қойып жазатын болсақ, PV тең m бөлінген m РТ. Осы жерде мен массаның орнына, массаның формуласын барлықтарыңыз білесіздер. Масса ол тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне тең. Сонда мына жердегі массаның орнына мен мынау ρV деп жазуыма болады. Орнына қойып жазатын болсақ, PV тең болады ρV бөлінген m РТ. Осы жерде мына көлемдер не істейді? Қысқарады. Сонда бізде қалады P тең ρ бөлінген m РТ. Осы жерде мынау тығыздық табуым керек. Ро. Тығыздық табатын болса, мынау масса жоғары қарай көбейеді, P-ға көбейеді, ал мынау РТ бөліміне түседі. PM, яғни пропорциямен тауып алуымызға болады да, масса жоғары қарай, ал РТ астына түседі. РТ орнына қояйық. P 32 10-ның 3 дәрежесі, молдық масса 40 граммен берілген, сондықтан да грамды килограмм өткізетін болсақ, оның минус 3 дәрежесі болады. Бөлінген 8/31, температура 600. Сонда оның 3 дәрежесі мен оның минус 3 дәрежесі қысқарады. Мына 2 0 мен мынаны қысқартып жіберетін болсақ, 831 болады. Есептейтін болсақ, 0,257 килограмм бөлінген метр куб. Бұл бізде мына Е нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі. Тұрақты 110 вольт кернеумен зарядталған конденсатор Q тең 5 10-ның минус 5 дәрежесі кулонға дейін заряд алатын болса, конденсатордың электр сыйымдылығы. Кернеу берілген, яғни кернеу U 110 вольт. Конденсаттың заряды Q 5 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі кулон. Конденсатордың электр сыйымдылығын табуымыз керек. Электр сыйымдылық. Конденсатордың электр сыйымдылығының формуласы S тең Q бөлінген U. Осы формуланы пайдаланып отырып мен электр сыйымдылық табам. Яғни S тең орнына қояйық 5 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі бөлінген 110. Бөлетін болсақ 0,045 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі фарад шығады. Ал біз оны жауапқа қарайтын болсақ,
микро деп жазуымыз керек. Сонда микро деп жазу үшін мен мына 1 нөлді мына жаққа берем. Сонда бізде 0,45 көбейту 10-ның мынау 1 нөлді минус 5-ке қосатын болсақ, минус 6 болады. Минус 6 фарад. Суреттегі ыдыстарға ас тұзының ерітіндісі, су және спирт құйылған. Сұйықтықтардың деңгейі 20 см болса, олардың ыдыс түбіне түсіретін қысымдары сәйкесінше дейді. Яғни бізде мынау суретке қарайтын болсақ, ыдыстарда ас тұзының ерітіндісі, су және спирт құйылған. Ыдыстағы сұйықтықтың деңгейі 20 см болса, біз ыдыс түбіне түсіретін қысымды табуымыз керек. Яғни сұйықтықтардың деңгейі 20 см, ол биіктік h 20 см. Біз сантиметрді метрге өткізіп алуымыз керек. Сонда 0,2 метр болады. G белгілі, еркін түсуде 10 метр бөлінген секунд квадрат. Қысымды табуымыз керек. Сұйықтықтардың ыдыс түбіне түсіретін қысымы гидростатикалық қысым болып табылады. Яғни гидростатикалық қысымның формуласы P тең ρGH. Ρ ол бізде тығыздық. Яғни бізде мынау қарайтын болсақ, мына жерде тығыздықтар берілген. Бірінші кезекте ас тұз ерітіндісін, су және спирттің тығыздықтарын мынау формадағы тығыздықтың орнына апарып қойып, қысымды тауып алуға болады. Яғни 1, 2, 3. 3 түрлі сұйықтық үшін біз ыдыс түбіне түсіретін қысымды табайық. Яғни P тең. Бірінші кезекте біз ас тұзы ерітіндісін анықтайық. Яғни есептің шарты бойынша мынау ас тұзы ерітіндісі деп айтылған. Яғни ас тұзының ерітіндісінің тығыздығы мына қарайтын болсақ, 1000 1100 көбейту 10 көбейту 0,2. Сонда мына 1 0 мен 1 0-ді қысқарта салайық. Сонда көбейтсек 2200 паскаль. Келесі су үшін тауып алайық. P тең судың тығыздығы 1000 көбейту 10 көбейту 0,2. Сонда 2000 паскаль. Келесі P тең спирттің тығыздығы бізде мына 800-ге тең. Роның орнына сонда 800-ді қояйық. 800 көбейту 10 көбейту 0,2. 1600 паскаль. Ал енді келесі кезекте мен мынау ыдыстардағы сұйықтықтардың қайсысы су, қайсысы спирт, қайсысы тұз ерітіндісі екенін анықтауым керек. Яғни бірінші суретте жұмыртқа мен мұз кесегі судың астына жатыр. Яғни олардың тығыздықтары, мұз бен жұмыртқаның тығыздығы сұйықтықтың тығыздығынан үлкен болу керек. Сол кезде ғана ол астына түседі. Яғни бізде мынау бірінші ыдыс ол спиртке сәйкес келіп тұр. Спирттің тығыздығы 800, ал мұз бен жұмыртқаның тығыздығы үлкен болып тұр. Сонда мынау бірінші ыдыс ол спирт. Екінші суретте мұз сұйықтықтың сыртында қалқып жүр. Яғни мұздың тығыздығы сұйықтықтың тығыздығына қарағанда аз болу керек. Ал жұмыртқаның тығыздығы үлкен болу керек. Яғни бізде мынау мұздың тығыздығы 900, ал судың тығыздығы 1000. Яғни мұздың тығыздығы аз болғандықтан ол судың бетіне қалқып шығып жатыр. Ал жұмыртқаның тығыздығы суға қарағанда артық болғаннан кейін ол судың астына түсіп жатыр. Яғни екінші ыдыс ол бізде су болып жатыр. Ал үшінші ол бізде сонда ас тұзының ерітіндісі. Ас тұзының ерітіндісі болып жатыр. Осы бізде берілген ыдыстардағы сұйықтықтардың атына қарап біз ыдыс түбіне түсіретін қысымдарды орналастырамыз. Бірінші ыдыстағы сұйықтық спирт болғаннан кейін мен бірінші ыдысқа түсіретін қысымды жазам. Яғни бізде спирттің тығыздығы 800 болған кезде мынау спирттің ыдыс түбіне түсіретін қысымы, яғни 1600 паскаль. Ал екінші кезекте бізде су, яғни мынау судың түсіретін қысымы, ол бізде 2000-ға тең, 2000 паскаль. Ал үшінші ыдыстың түсіретін қысымы, үшінші ыдыс ол бізде ас тұзының ерітіндісі болғаннан кейін оның түсіретін қысымы 2200 паскаль. Осы жауаптарды табайық. Бұл бізде мынау
су нұсқасына сәйкес келіп тұр. 1600, 2000 және 2200 паскаль су нұсқасы. Келесі. Метроға кіре берістегі қысым 760 мм сынап бағанасына тең. Метроның тереңдігі 96 метр болса, платформадағы барометрдің көрсетуі. Әр 12 метр биіктікте атмосфералық қысым 1 мм сынап бағанасына өзгереді. Ал суретін салайық. Мысалы, мынау бізде метро болатын болсын. Сонда метроға кіре берістегі қысым, мына жерде кіре берістегі қысымды біз P1 дейтін болсақ, P1 760 мм сынап бағанасы. Ал метроның тереңдігі 96 метр. Сонда бұлай сызатын болсақ, тереңдік H тең 96 метр. Әр 12 метр биіктікте атмосфералық қысым 1 мм сынап бағанасын өзгереді. Сонда әр 12 метр биіктікте атмосфералық қысым 1 мм сынап бағанасына өзгеретін болса, 96 метр биіктікте қаншаға өзгереді деп осылай пропорциямен тауып алуымызға болады. Сонда x тең болады 96-ны көбейтейік 1 мм сынап бағанасына бөлеміз 12 метрге. Сонда мына жер 96 метр. Сонда метр мен метр қысқарады. 96-ны 12-ге бөлетін болсақ 8 мм сынап бағанасына тең. Яғни метро көмегімен 96 метр биіктікпен түскен кезде, мысалы мына жерге келген кезде адам қысымның өзгерісі P2 деп жазатын болсақ, онда P2 тең болады. Төмен түскен кезде қысым артады. Сонда P1 қосылған P' деп жазайық. Сонда мынау бізде тауып алған, ол бізде P'. Яғни P1 бізде 760 мм сынап бағанасына тең. Сонда 760-қа қосамын 8-ді. Сонда 768 мм сынап бағанасы кеп шығады. Яғни 96 метр биіктіктен төменге түскен кезде платформадағы барометрдің көрсетуі 768 мм сынап бағанасына тең. Ол бізде мынау D нұсқасына сәйкес кеп тұр. Лифт 0,8 метр секунд квадрат үдеумен алдымен жоғары, содан соң төмен қозғалған кездегі массасы 70 кг адамның лифт еденіне түсіретін салмағы. Лифт үдеумен қозғалып жатыр, яғни үдеу А 0,8 метр бөлінген секунд квадрат. Лифт ішіндегі массасы М 70 кг адам. Лифт еденіне түсіретін салмағы. Салмақ P әріппен белгілейміз, салмақ табу керек. Егер дене тыныштық қалыпта тұратын болса, онда дененің салмағы ауырлық күшіне тең болады, яғни mg. Егер тыныштық қалыпта болатын болса дене. Егер дене, мысалы суретін салатын болсақ, мынау лифт дейік. Лифт үдемелі жоғары қарай қозғалып бара жатыр. А үдеумен. Сол кезде дененің салмағы артады. Яғни ол кезде салмақ mg қосылған А формуласымен анықталады. Яғни дене үдемелі қозғалатын болса, жоғары қарай, онда салмақ артады. Сәйкесінше салмақ артатын болса, мен қосылған А деп жазам. Ал егер лифт үдеумен төмен қарай қозғалатын болса, онда салмақ кемейді. Салмақ кемейтін болса, G азайтылған А деп жазамыз. Түсінікті ма? Егер дене тыныштық қалыпта болатын болса, дененің салмағы ауырлық күшіне тең. Яғни мынау бізде бірінші өрнек, дененің тыныштық қалыптағы салмағы. Егер үдемелі қозғалатын болса, жоғары қарай, жоғары қарай қозғалған кезде салмақ артады, онда G қосылған А болады. Ал төмен қарай қозғалатын болса, онда салмақ азаяды, G азайтылған А. Яғни жоғары қарай қозғалған кезде қосамыз, ал төмен қарай қозғалған кезде азайтамыз. Біз сонда мына екі өрнекті пайдалана отырып, лифт еденіне түсіретін салмақты табуымыз керек. Бірінші кезекте алдымен жоғары, содан кейін төмен қозғалды деп жатыр. Яғни жоғары қарай қозғалған кезде біз мынау өрнекті пайдаланамыз. Яғни салмақ артады ол кезде. P тең M G қосылған А. Так, масса бізде 70, жақша ішіне 9,8 қосылған
үдеу 0,8 тең 742 ньютон. Бұл бізде мынау Е нұсқасына тұр екен. Ал енді келесі төмен қарай қозғалған кезде салмақ кемейді, яғни G азайтылған А. Орнына қояйық 79,8 азайтылған 0,8 630 ньютон. Бұл бізде H нұсқасында тұр. Келесі, массасы 44 грамм көмір қышқыл газының құрамындағы молекулалар саны. Масса белгілі, масса М 44 грамм. Граммды біз килограммға өткіземіз, сонда 44 оның минус 3 дәрежесі килограмм болады. Көмір қышқыл газындағы молекулалар саны табу керек, молекулалар саны N. Бізде көмір қышқыл газының молярлық массасы белгілі, Авогадро тұрақтысы белгілі. Яғни бұл кезде мен зат мөлшерінің формуласын пайдаланам. Зат мөлшерінің формуласы нью тең М бөлінген М. Яғни молекуланың массасын мөлдік масса қатынас. Немесе молекулалар саны қатысқан екінші формуласы бар, ол нью тең N бөлінген N Авогадро. Осы екі өрнекті теңестіре отырып, мен молекулалар саны табатын болам. Яғни М бөлінген М тең болады N бөлінген N Авогадро. Осы жерде мен N-ді табатын болсам, N тең пропорция, N Авогадро жоғары қарай көбейеді, ал мынау N үлкен М астында қалады. М көбейту N Авогадро бөлінген М. Орнына қойып есептейік. N тең молекулалардың массасы 44 оның минус 3 дәрежесі. Авогадро тұрақтысы 6,2 оның 23 дәрежесі бөлінген 44 көбейту оның минус 3 дәрежесі. Сонда мына екеуі қысқарады. 6,2 оның 23 дәрежесі қалады. Бұл бізде А нұсқасына тұр екен. Келесі. Электр қуаты 4,8 ватт. Қуат P 4,8 ватт. Кернеу U 12 вольт. Шамдағы ток күші. Ток күші I. Электр тогының қуатының формасы P тең I көбейту U. Яғни ток күші мен кернеудің көбейтіндісі ол қуатқа тең болады. Осы жерде мен ток күшін табам. Сонда I тең P бөлінген U. Осы формуланы қалай келтіріп шығарып жатырмыз. Формула қарайтын болсақ, мына ортасында көбейту тұр. Сонда мен сан берем. Сонда екеуінің көбейтіндісі мынаған тең болатындай сан беруім керек. Мысалға 6 тең 3 көбейту 2 дейік. Сонда 6-ның орнында менде мына P тұр. 3-тің орнында I ток күші тұр, ал 2-ның орнында U тұр. Сонда мен ток күшін табуым керек, яғни 3-ті. 3-ті табу үшін мен 6-ны бөлуім керек 2-ге. Сонда 3 тең 6 бөлінген 2, дұрыс па? Яғни 6-ны 2-ге бөлетін болсам 3. Сонда 3-тің орнында менде I тұр. 3-тің орнында I тұр, ток күшін табу үшін, яғни 3 табу үшін 6-ны 2-ге бөлуім керек. 6-ның орнында менде қуат тұр, P. Сонда қуатты 2-ге бөлуім керек. 2-ның орнында U тұр. Яғни P бөлінген U. P бізде 4,8 бөлінген 12. Бөлсек 0,4 ампер шығады. 0,4 ампер бұл бізде Е нұсқасында тұр. Одан кейін біз 0,4 амперді 400 миллиампер деп жазуымызға да болады. Өйткені 400 милли деген ол оның минус 3 дәрежесі ампер. Сонда мынау минус 3 пен мынау 2 нөл қысқарады. Тағы 1 нөл қалады, сонда 0,4 болады. Яғни бұл бізде мынау Б нұсқасында сәйкес келіп тұр. Келесі. Қозғалмайтын екі нүктелік заряд вакуумде 8 көбейту оның минус 4 дәрежесі ньютон күшпен өзара әрекеттеседі. Яғни вакуумдегі әсерлесу күші F вакуумде қояқ 8 көбейту оның минус 4 дәрежесі ньютон. Осы зарядтарды орналасу қашықтығын өзгертпей, яғни қашықтықты өзгертпей деген сөзді R1 тең R2 деп жазуымызға болады. Мысалы суретін салуымызға да болады. Мысалы екі заряд тұр. Мынау заряд Q1, ал мынау заряд Q2. Арасындағы ара қашықтық
R1 болсын. Бұл вакуумда. Ал енді диэлектрлік өтімділігі 2,5 болатын сұйықтықта орналастырғанда әсерлесу күші тура осы зарядтарды арақашықтығын өзгертпей, мына бізде бірінші кезде вакуум болатын болса, мына вакуум деп қояйық. Ал екінші орта диэлектрлік өтімділігі 2,5 болатын сұйықтыққа орналастырды. Яғни мына жер сұйықтық болатын болса, онда тура сол зарядтар, мынаның заряды Q1, мынаның заряды Q2 арасындағы арақашықтық өзгерген жоқ. Дәл сондай, мына R2 болатын болса, мына вакуумдағы арақашықтық пен сол сұйықтыққа орналастырған кездегі арақашықтық бірдей. R1 мен R2 бірдей. Сонда диэлектрлік өтімділік ε2 2,5-ке тең болса, өзара әсерлесу күшін табуымыз керек. Яғни F сұйықтықтағы әсерлесу күшін табу керек. Қозғалмайтын нүктелік зарядтарға әсер ететін күш ол әрине кулон күші. Вакуумдегі зарядтар үшін кулон күшін жазып аламын. Одан кейін диэлектрлік өтімділігі 2,5 сұйықтық үшін кулон күшін жазып аламын. Яғни F вакуум тең болады K Q1 көбейту Q2 бөлінген эпсилон R1-дің квадраты. Бұл вакуум үшін. Ал енді сұйықтық үшін жазатын болсақ, F сұйық K Q1 Q2 бөлінген эпсилон 2 R2-ның квадраты. Осы екі теңдеуді пайдаланып шығарамыз. Бірінші теңдеуді екінші теңдеуге бөліп жіберетін болсақ, яғни F вакуумның F сұйыққа қатынасын табатын болсақ, онда K Q1 Q2 бөлінген эпсилон R1-дің квадраты, ал мынау екінші өрнек көбейтінді түрінде эпсилон R2 жоғары қарай шығады, эпсилон 2 R2-ның квадраты бөлінген K Q1 Q2. Бізде зарядтар бірдей, арақашықтықтар бірдей, мынау K тұрақты, сонда мынау барлығы қысқарып кетеді. Мына R1 мен R2 барлығы тұрақты, олар барлығы тең болғандықтан қысқарады. Сонда F вакуум бөлінген F сұйықтық тең болады эпсилон 2 бөлінген эпсилон 1. Ал мынау эпсилон 1 деген ол вакуумдегі диэлектрлік өтімділік, вакуумдегі диэлектрлік өтімділік 1-ге тең. Осы жерден мен мына F сұйықтықта әсер ететін күшті табатын болсам, F тең болады. Яғни эпсилон мынау жоғары қарай көбейеді, ал эпсилон 2 астына түседі. F вакуум бөлінген эпсилон. Яғни біз 8 көбейту 10-4 дәрежесін 2,5-ке бөлеміз. 8 10-4 дәрежесі бөлінген 2,5 тең. Бөлсек 3,2 10-4 дәрежесі ньютон шығады. Яғни мұны жерге жазайық. F сұйықтықтағы екі зарядтың өзара әсерлесу күші 3,2 көбейту 10-4 дәрежесі ньютонға тең болды. Ал енді дұрыс вариантын табайық. 3,2 10-4 дәрежесі ол бізде F нұсқасында тұр. Одан кейін 0,32 миллиньютон деп жазуымызға да болады. G нұсқасы микроньютонмен жазған, микро ол оның -6 дәрежесі, сонда -4 болатын болса 3,2 болады. Яғни H нұсқасы да сәйкес келіп тұр. Математикалық маятниктің жердегі тербеліс периоды Т. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі жердегіден 9 есе артық болса, онда сол планетадағы математикалық маятниктің тербеліс периоды. Жердегі тербеліс периоды Т. Ал енді басқа бір планетаға апарған кезде жердегіден 9 есе артық. Яғни оны біз бұлай жазамыз. G планета тең 9 G жер. Яғни жердегіне қарағанда планетадағы еркін түсу үдеуі 9 есе артық. Сол планетадағы тербеліс периодын табуымыз керек. Яғни мына жерге мен Т жер деп жазатын болсам, Т планетаны табу керек. Ол үшін математикалық маятниктің жердегі тербеліс периодының теңдеуін жазып аламыз. Одан кейін планетадағы тербеліс периодының теңдеуін жазып аламыз. Яғни жердегі үшін жазатын болсақ, Т жер тең болады
2π түбір астында L бөлінген G жер. Ал планета үшін жазатын болсақ, T планета тең болады 2π түбір астында L бөлінген G планета. Осы екі теңдеуді бір-біріне бөліп жіберейік. Бөлетін болсақ, мына 2π мен 2π қысқарып кетеді, дұрыс па? Сонда жердегі тербеліс периодын планетадағы тербеліс периодына қатынасы L бөлінген G жер. Ал мына екінші өрнек көбейтіну түрінде G планета жоғары қарай шығады, L астына түседі. Сонда бұлай жалпы бұлай түбір астына енгізетін болсақ, мына L қысқарып кетеді. Өйткені бізде жіптің ұзындығы туралы айтылмаған, яғни жіптің ұзындығы жердегімен бірдей планетада. Ал енді бізде қалды Т жердің Т планетаға қатынасы тең болады G планетаның G жердегіге қатынасына тең, түбір астында, Осы жерден мынау G планетаның орнына мен мынау берілгендегі 9G жерді апарып қояйық. Сол кезде 9G жер бөлінген G жер. Сонда мынау G жер қысқарады түбір астында, 9-дан 3 шығады, түбірдің астынан 3 шығады. Сонда Т жердің Т планетаға қатынасы 3-ке тең. Осы жерде мен Т планетаны табатын болсам, Т жер бөлінген 3 болады. Яғни жердегіне қарағанда тербеліс периоды 3 есе азаяды. Яғни бізде Т бөлінген 3 деген мынау А нұсқасына сәйкес кеп тұр, А нұсқасы болып тұр. Одан кейін жердегіден 3 есе кем деген мынау F нұсқасы да сәйкес келеді. Келесі. Термодинамикада жұмыстың формуласы. Механикада жұмыстың формуласы барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Механикада А тең F көбейтілген S косинус альфа. Бұл механикадағы жұмыстың формуласы. Механикада жұмыс. Яғни бұл жерде F деген әсер ететін күш, S бұл орын ауыстыру. Косинус альфа дегеніміз ол әсер ететін күш пен орын ауыстыру арасындағы бұрыш. Ал термодинамикада жұмыстың формуласы А тең P дельта V. Термодинамикада жұмыстың формуласы осы өрнекпен анықталады. Яғни термодинамикада жұмыс. Дельта V дегеніміз ол көлемнің өзгеріс. Яғни ол V2 азайтылған V1-ге тең болады. Ал енді осы дельта V-ның орнына осы өрнекті апарып қояйық. Сонда А тең болады P V2 азайтылған V1. Осы екі өрнекті осы өрнектерді табайық. Яғни А тең P дельта V. G нұсқасы сәйкес кеп тұр. Одан кейін дельта V-ның орнына біз V2 азайтылған V1-ді бұлай апарып қойдық. Сол кезде P жақшаның ішінде V2 азайтылған V1 болады. Яғни H нұсқасы сәйкес кеп тұр. Келесі. Өзекшесіз соленоид ішінде өрістің индукциясы B0 2 миллитесла. Болат өзекше енгізген кездегі магнит индукцияны табу керек. B. Магнит өтімділіктің формуласы μ B бөлінген B0. Осы жерден B-ны табатын болсақ, B тең болады μ B0. Ал орнына қойып есептейік. Сонда μ бізде 2 көбейту 10-ның -3 дәрежесі, B0 8000. Сонда мынау -3 пен мынау 3-нөл қысқарады. 16 Тесла қалама? 16 Тесла. Сонда бастапқымен салыстыратын болсақ, бізде B0 болат өзекше енгізбеген кезде өзекшесі соленоидтың индукциясы B0 2 10-ның -3 дәрежесі Тесла еді. Ал оған болат өзекше енгізген кезде ол B тең 16 Тесла болды. Сонда қаншаға артты? Соны табайық. Қаншаға артты? 8000 есе артты, дұрыс па? Қаншаға артқандығын білу үшін мен
b-ны b0-ге бөлетін болсам, онда қаншаға артқандығы кеп шығады. Ал бөлейік. Сонда тең b бізде 16 бөлінген 2 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. 16-ны 2-ге бөлетін болсақ 8, ал 10-ның минус 3 дәрежесі жоғары қарай 10-ның 3 дәрежесі болып шығады. Яғни 8000 есе артты. 8000 есе артты деген ол бізде мынау д нұсқасында тұр. Оның индукциясын табу үшін біз магнит өтімділік формуласын пайдаландық. Яғни оның формуласы мына b бөлінген b0 формуламен анықталады. Осы жерде мынау b-ны табатын болсақ, мынау көбейеді екеу. Ал енді қаншалықты артқанын білу үшін біз бастапқы мәнге бөлетін болсақ, бізде артқаны кеп шығады. Яғни 8000 есе артты. Келесі. Ұзындығы 4 метр сым 100 ньютон күш әсерінен 1 миллиметрге серпімді деформацияланғанда механикалық кернеу 4 мегапаскал болса, сымның көлденең қимасының ауданы мен юң модулі. Ұзындық L, сымның ұзындығы 5 метр. Оған әсер ететін күш F 100 ньютон. 100 ньютонның күштің әсерінен сым дельта L 1 миллиметрге деформация қыланды. Яғни 1 миллиметр ол 10-ның минус 3 дәрежесі метр. Механикалық кернеу сигма 4 мегапаскал. Мега деген ол 10-ның 6 дәрежесі паскаль. Сымның көлденең қимасының ауданын табуымыз керек. S. Одан кейін юң модулін табу керек. Юң модулі E. Ол үшін механикалық кернеу формуласын пайдаланамыз. Механикалық кернеудің формуласы сигма тең F бөлінген S. Немесе екінші формуласы бар, ол сигма тең эпсилон E. Осы өрнектерді пайдалана отырып, мен механикалық кернеуді және осы өрнектерді пайдаланып, мен көлденең қимасының ауданы мен юң модулін табуыма болады. Мына жердегі эпсилон деген ол бізде салыстырмалы деформация, яғни дельта L бөлінген L. Ал енді мына бірінші өрнекте бізде барлық шама белгілі, дұрыс па? Механикалық кернеу белгілі. Мына жерде қарайтын болсаңдар, механикалық кернеу белгілі. Әсер ететін күш белгілі, F 100 ньютон. Яғни осы жерде мен S-ті тауып алуыма болады. S табатын болсақ, мына екеуінің орны ауысады. F бөлінген сигма. Орнына қойып есептейік. S тең F бөлінген сигма. F ол бізде 100 ньютон бөлінген механикалық кернеу 4 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. 1-ді 4-ке бөлетін болсақ 0,25 көбейту 10-ның, мына жердегі 10-ның 6 дәрежесі жоғары қарай 10-ның минус 6 дәрежесі болып шығады. Сонда мына екі нөлмен қысқартатын болсақ, 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат шығады. Ауданын тауып алдық. Ал енді екінші кезекте мен мына екінші формуладан пайдаланып, мен юң модулін табатын болам. Мына жердегі эпсилонның орнына мына дельта L бөлінген L-ді апарып қойып жазатын болсақ, сонда сигма тең дельта L бөлінген L E. Осы жерден E-ні табайық. Сонда E тең сигма L бөлінген дельта L болады. Орнына қойып есептейік. Сигма 4 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Сымның ұзындығы 5. Дельта L 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда мынау астындағы 10-ның минус 3 дәрежесі жоғары қарай 10-ның плюс 3 дәрежесі болады. 5-ті 4-ге көбейсек 20 көбейту 10-ның 6 дәрежесі мен 10-ның 3 дәрежесі қосылады. Сонда 10-ның 9 дәрежесі паскаль. Ал осындай жауаптарды іздейік. 0,25 10-ның минус 4 дәрежесін біз бұлай жазуымызға болады. 25 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі метр квадрат. Сонда одан кейін 20 10-ның 9 дәрежесін біз 2 көбейту 10-ның 10 дәрежесі паскаль деп жазуымызға да болады. Яғни бұл бізде мынау H нұсқасына сәйкес келіп тұр. Метр квадратты сантиметр квадратқа, одан кейін миллиметр квадратқа өткізіп жазатын болсақ, бізде мынау
D нұсқасы, одан кейін D нұсқасы сәйкес келеді. 0,25 см квадрат және 25 мм квадрат. Келесі